1219 жылы Шыңғыс ханның екі ұлы Шағатай мен Үгедей қалың қолды бастап Отырарды қоршауға алады. Отырар билеушісі Қайыр хан монғолдарға қарсы табан тіресе күресіп, қаланы 6 ай бойы қорғайды. Кешіріңіз, әке. Аңқын қайда? Төс көрілген 200 мың әскерменен 6 ай бойы кеп кішкентай Отырардан алмау. 6 ай бойы Отырардың осал тұсын таба алмау. Ойыда бол, сезім аспан, тек жеңіспен көзін ашқан, менің алғыр ұрпағымның сүйегіне зор таңба, намысыма сызат түсті, мына сенің арқаңда. Осы өкініш мені дөрлеп барады. Отырардың бақытына орнаған, олар бәлкім алдырмайтын зор қамал. Бірақ әке, жүргенім жоқ аянып, қан шүмітім жел құшты, қан әскерім жер құшты, дала жатыр қызылғанға боялып. Егер бүкпей баяндасам шындықты, рухы өр, тәні бекем, бұл бір қайсар халық екен. Тірліктен де артық қойған бірлікті шаламаусың. Сақталмау мүмкін емес зердеңде. Сен 9-ға келгенде ұлық жолы Үкітайдың тойында, оқ өтпейтін алып батыр жайында ертек айтқам оңашалап өзіңе. Сол ертекті неге алмадың пайымға? Кешір әке, балалық па, зерсіздік пе, жоқ шалалық па, тек ноғайы ғана қақ тойымда. Ұмытпасам, Массагет даласында аңдысқан қас пен достың арасында атса садақ дарымайтын, мұңмен жеке шайқасса арымайтын, кессе қылыш кеспейтін, жанарынан мейірімі өшпейтін, өтіпті бір өжек батыр нар кісі. Есімде жоқ, әке, оған қарасы. Есің кетсе естіге кіріп тұрсың. Ең бастысын ұмытқансың. Жә, ендеше, түсірейін есіңе. Жомарт аңқау сайындала төсінде сан мың әскер жеңгеген оралыпты, бірақ адам табанына салыпты. Әлгі алыптың кеудесінде бармақтай оқ өтетін осал жер болыпты. Даңқ кімнің күліп тұрса басында, сатқындықта бұғып жүрмек қасында. Айлакер жан соны жазбай танытты. Қай кезде де айла кескен нарықты. Жақын барып өлместен жауына шығам деме ұлым, жеңіс тауына. Адам аз ба күшке сеніп аласқа? Жә, жауың мықты, оған сірә таласпан.
Әр мықтының осал жері болмай ма? Болса қайсы? Оған баста жол қайда? Ал бұл сұрақ бар кез сенің жүру керек басыңда. Менің күллі жеңісімнің құпиясы осында. Ұқтым, әке. Жеңдік. Отырардың аянышта зарлы өмірі басталды. Айдай әлем мойындаған даңқы бар. 150 мың халқы бар. Нән қаланың асқа ғана осыменен шекелері. Қайырханды алдыртыңдар. Иә, Қайырхан. Рух. Ердің өзегі ғой қайдада. Ең әрісі жеңілістің өзінде шешкін кеп тұры өзіңнің пайдаңа. Жігіттерім рухыңа қармақты. Салмақ бол. Тәніңді әбден қорлапты. Батырлықтан бірақ бағың жанған, Маған қарап күліп тұрсың сонда да. Олар сенің жеңгенменен тәніңді амал нешік. Ең алмапты жаның. Мысқыл күлкін салды маған қаншамай. Шіркін ма сендей 5 қолбасшым болса ғой. Қалың қолым мұқтап дүлей тасқынға өлеп барқан күйге мені бүкіл әлем билер еді менің аяғымның астында. Ал мына бір сатқынды Құдай саған қайдан ғана тап қылды. Қайғылы әрі күлкілі, қайран аңқаудара тұлға, аңғармақсың қанатыңа жасырынған түлкіні. Ерлігіне осы болсын сыйлығым. Саған қайдым бұл сатқанның билігі. Ол ханым, әділетпе болыңыз. Мына отырардың есігі мен ашып бермесем, ана оның жауабы бар. Оған дау жоқ. Сенен асқан бар ма? Тірілік. Иә, менің нөкерлерім без бүйрек. Зұлымдықты ерлік деп таниды. Олар тіпті өкшесімен езгілеп, өлтір алады, жазығы жоқ сәбиді. Бәрін өзім үйреткен мынау баста. Опасылық жасадың ба еліңе? Ертең саған мені сату түк емес. Қане, қылыш ұстатыңдар. Қайсар батыр Қайырханның қолына. Тоқтасыңыз! Бұл баланың әкесі бір нақ етті. Адам еді. Елге сыйлы, зиялы. Адам еді. Адал, ұшқыр қиялы. Әкесі үшін перзент десе сатқын болып шықты мына тұяғы. Оны ойласам, от жүрегім қан болар.
Сенің емес содан түскен таңбаға мақұл көрсең, әкесі бұл сатқынның осы араға алдырған үшін болады. Алдырыңдар! Жылан туса жыланнан, құлан туса құланнан. Таңдада түк те жоқ. Бірақ жылан қалай туады қыраннан? Сыйлы басым қуарды, жар етіп жалғанымды, менің қыран болғанымды, заман бүгін өтірікке шығарды. Ең негізгі қате әрине өзімде. Бұл баланы жаңа туған кезінде перзентін тұсаған жан мұратын, Афрасияптың ар жағында тұратын нағашысы бауырына басқанды. Қателігім осы арадан басталды. Ер жеткен соң қайта келді қолыма, кіндік кескен өлкесінің сорына. Мен осынау борышым әкелік немқұрайды қарадым да, кінәлі боп ар алдым да, жібердім зор, орны толмас қателік. Міне көрім бірігіп тұр түрме, көрінетін бетім бар ма еліме? Мына сатқын перзентіммен қосақтап өлтіруге міндеттісің мені де. Қоштасар көк келді. Азбаншымыз ел тарихын қолладау. Ойлап тұрсам, енді бәрі арманау. Отырардың шанқиярлық ерлігін жыр ететін әттең ақын қалмадау. Өкінгенмен болмайды. Ешкімге де берілмейді бассауға. Бұйрық еттім, түгел қырып тастауға. Отырарда еркек кіндік қалмайды. Қателестің қалады. Жұма бүрін жеткелші қақпадан жүзін жалдың қақтаған. Мен құтқарып жібердім бір баланы. Бәрі келді. Бұл еңбегін жарады. Бірақ одан ұрпақ тарап, одан ақын туғанша, ауыл ақын ата жолын қуғанша, кеудесіне сыйырғанша даланы айырғанша, ақтан бөліп қарады. Талай өзен тасып өтті, бәлкім талай басып өтті. Hayır babatayım, hasiyet қымбат. Саналы апат тасырдан соң, тасыр дауыл басылған соң,
7,5 ғасырдан соң өзің іздеп тіл қаттың. Түп тамырын сенен алып жатқан ел. Саған ұқсас батырларың туады. Күллі Азия көз тігетін таңдана. Құм астынан көрінбейді паң қала. Сол қалаға арнаған бұл жырымды. Оң қабақпен қабылдай көр, жан баба.